бір мемлекеттің әрбір азаматы долларлық триллионер болатынына сенесіз бе? Сенбесеңіз, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мемлекет ақшаны көбірек басып шығарса, сол басып шығарылған ақшаны халыққа таратса, бәріміз керемет, бай өмір сүрмейміз бе? Ол ақшаны көп шығарғаннан не өзгереді? Деген сұрақтар сізді де мазаласа, жауабын бүгін анықтайтын боламыз. Кез келген мемлекетте ақша деген белгілі бір қызмет пен өнімді алмастырушы құрал етеді. Яғни бір тауар алғыңыз келсе, соның құнына сай ақша беруіңіз қажет. Ал егер осы жүйеде ақша көп болса, сол көбейген ақшаның кесірінен тауардың да бағасы өседі. Бұл қарапайым сөзбен инфляция. Инфляция жайлы толығырақ білгілеріңіз келсе, арнамызға өтіп арнайы видеомен таныссаңыздар болады. Экономиканың тиімді және орташа дамуы үшін инфляцияның пайызы 5 немесе 10%-дан аспауы қажет. Адамдардың ақшасы көп болған сайын адамдар инвестициялауды бастайды, кредиттің бағасы түседі және өндіріс дами бастайды. Өндіріс дамығаннан кейін тауардың бағасы да өседі. Сол себепті ақша құнсызданады. Мысалы, сіз кофені 100 теңгеге сатып аласыз. Жылдық инфляция пайызы 4% болсын. Келесі жылы дәл осы кофені сіз 104 теңгеге сатып аласыз. Демек, ақша 4%-ға құнсызданды. Алайда кофе сатушы да пайда көргісі келеді. Осы пайда болған теңсіздікті түзеу үшін ұлттық банк көбірек банкноталар шығара бастайды. Қазіргі таңда ешбір мемлекет өзінің валютасына алтын сияқты құнды металдарды қолданбайды. Ал валютаның құнын шығынға кеткен материалдардың құнымен бірдей емес, өз қалауымен қояды. Және де өз нарығында валютаның жарамдылығына кепілдік береді. Ал біздің ұлттық валюта теңгенің құны мұнайдың бағасына, біздің геосаясаттылығымызға, ұлттық банктың әрекеттеріне және сыртқы қарыздарымызға байланысты. Демек, Қазақстан шексіз ақша басып шығара алмайды. Себебі біздегі бар тауарлардың санына ақшаның көлемі сәйкес келмейді. Біз ақшаның тұрақты құндылық емес екенін түсінуіміз қажет. Мысалы, ақштың $100 алатын болсақ, біз оның барына қуанбаймыз, оның жаратқандағы алатын мүмкіндіктерге қуанамыз. Ал егер ол мүмкіндіктер болмаса, жаңағы $100 қарапайым пайдасыз парақ болып қалды. Жай парақ демекші, видеоның басындағы сұрақтың жауабы міне. 2008 жылы Зимбабве баспа станогын іске қосып, үлкен көлемде ақша басуды бастады. Осы себептен жылдық инфляция пайызы 231 миллионнан, қазір ауыр сөз болады, 6-5 кван триллионға дейін өсіп кетті. Соның арқасында жылдың соңында 100 триллион жергілікті долларға еш нәрсе сатып алу мүмкіндігі болмады. Ақшам соншалықты көп, еш нәрсе сатып алмайым деген осы жерден шыққан шығар. Негізі 2008 жыл қалтамыздағы 200 теңгемен ақ бір мемлекеттің долларлық триллионері болыппыз. Қорытындылай келе, көбісінің ойындағы неге ақшаны көп қылып шығармайды деген сұрақтың жауабын осы видеодан алған болатын шығарсыздар. Демек, ақшаның көп болуымен оның құндылығы төмендейді. Ал бүгінге осы сіздермен болған Марлен. Арнамызға тіркеліп, пікірлеріңізді жазып, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сау, сәлематта болыңыздар.